3 жұмыртқаға 3 ас қасық шекер, шай қасықтың ұшымен тұз салып, ерігенше араластырамыз. Байқап отырсаңыздар, мен венчикпен араластырып жатырмын. Миксер міндетті емес, біреулерде болмай қалуы мүмкін. Әрі қарай 200 грамм сүт, 200 грамм ыстық суды қосып араластырамыз. Жүз 250 грамм ұнды бөліп қосамыз. Себебі ұнның барлығын бір салсаңыз, комочек болып қалуы мүмкін. Бұл қимақтарды менің балаларым да, күйеуім де жақсы көреді. Таңғы асқа дайындауға өте ыңғайлы әрі тойымды.